Сәлем, құрметті достар, көрермен, подписчиктерім, қалдарыңыз қалай? Барлығы жақсы ма? Былай қойған дұрыс сияқты, иә? Осылай қойған, иә. Жақында бір дос бала маған сұрақ қояды, мысалы, мен үйде үй салдым, мастер электрик керек дейді. Қазір мастер электрикпін деген өте көп адам немесе түсінікті айта келе, өте көп. Строительдар барлығы электрик қазір. Үйде кез келген кафельщик электрик, кез келген адам электрик болып кетті, түсінікті айта келе. Сол мастер электриктарды біз қалай таңдаймыз қазіргі уақытта? Сол сұрақты маған қойды. Осы сұраққа қазір мен жауап бергім келеді. Қалай біз таңдаймыз өзі негізі электриктарды? Мастер. Мен үйдегі анау розетка немесе выключательдарды ауыстыратын адамдарды айтпаймын, себебі оны кез келген адам YouTube каналда как поменять розетку, как поменять выключатель деп қойсаңыз барлығы көрсетілген, шынымды айта келе. Оны кез келген еркек мысалы отвертканы алып ауыстыра бере алады. Тек қана басты техника қауіпсіздік ережесін сақтаса болды, автоматты сөндіріп сосын жұмыс істесе. Мысалы сіз салдыңыз үй, немесе сатып алдыңыз үй, черновой отделка, 2 бөлмелі, 3 бөлмелі, 4 бөлмелі, немесе коттедж салдыңыз. Сізге сол үйге жаңадан толығымен электр монтаж жүргізу керек. Таныс электрик жоқ. Не істейміз? Сайттар қазір көп, OLX, маркет, Каспийдің өзіне қазір пайда болды, мастер деген. Сол мастерді қалай дұрыс таңдаймыз? Сол сұраққа жауап берейік. Сіз хабарласасыз, олар келеді, санайды. Келгесін, соған түсіндіресіз, қай жерде выключатель, қай жерде розетка тұру керек. Өзіңіз өз ойыңызды айтасыз, мысалы, қай жерде мебель тұрады, соған сай, розетка қайда тұру керек, выключатель қайда тұру керек, ас үйде қайда тұру керек. Осы сұрақтарға сіз жауап бересіз оған. Сосын осы информацияға сәйкес ол мастер сізге сіздің қателігіңіз, қай жерге выключатель қойған дұрыс, қай жерге дұрыс емес, қай жерге розетка қойған дұрыс, қай жерге дұрыс емес, соны толығымен түсіндіру керек. Ол бірінші осы точка. Мысалы, егер сізге айтса ол ас үйге бір линия, яғни бір питающий кабель жетеді деп айтса, мысалы, ол электрикпен ақырай жұмыс істемеу керек негізі. Менің ойымша, сіз өзіңіз қалай ойлайсыз білмеймін, бірақ ол менің ойымша дұрыс емес. Себебі қазіргі таңда ас үйге кем дегенде 2 линия тартылу керек. Себебі ас үй қазіргі уақытта, ас үйде не болады? Не болуы мүмкін? Нелер, неше түрлі ыдыс жуатын машина, электрическая плита болуы мүмкін қазіргі уақытта, духовая плита, вытяжка, миксердің өзі қазіргі уақытта, миксердің өзі қазір кем дегенде 500-900 ватт қуаттылығы. Миксер кем дегенде бір 15 километр. Сондықтан ас үйге кем дегенде 2 линия тартылу керек. Қазіргі уақытта ол заман талабына сай, мен шығарған информация емес, ол кәдімгідей, қазір көп электриктар сонымен айналысады, заманның талабына сай. Егер ол сізге айтса, ас үйге бір-ақ линия керек десе, жетеді десе, менің ойымша ол дұрыс емес. Екіншісі, ол сізге үйде қандай автоматика болу керек, соны толығымен түсіндіру керек. Неге ол автоматика қажет? Мысалы, сізге ол толығымен түсіндіру керек. Реле напряжение не үшін қажет? Қою керек пе? Қоймау керек пе? Див автомат, УЗО сияқты қондырғылар не үшін қажет? Қайда қою керек? Мысалы, бойлерға қандай защита керек? Қандай қорғаныс қызмет керек? Кір жуатын машинаға не қойған дұрыс? УЗО, қандай УЗО қойған дұрыс? Қандай див автомат қойған дұрыс? Соны ол толығымен түсіндіру керек. Сіз оны қоймасаңыз да, я оның бағасы қымбат болуы мүмкін, сол УЗО-ның див автоматтың. Соны қоймасаңыз да,
өзін мастермін деп санайтын электрик оны сізге ұсыну керек, айту керек, түсіндіру керек. Егер оны ол түсіндірмесе, айтпаса, яғни оны керек емес деп санаса, ондай электрикпен ары қарай жұмыс істеген дұрыс емес деп ойлаймын, менің ойым. Екіншісі, яғни ол толық информацияны берген соң тағы информация ол сізге өткізгіш жайлы айту керек. Қандай өткізгіш керек? Ұмытып кете жаздадым. Мыс кабелі ма, алюминий кабелі ма? Егер ол сізге айтса, алюминий кабельден өткізе беруге болады десе, қазіргі таңда алюминий кабельмен жаңа үйлер өткізілмейді, сондықтан ондай электриктарды өзін мастермін деп санайтын электриктармен ары қарай басқа біреуді шақырған дұрыс негізі. Сондай информация сізге айтса. Қазіргі таңда тек қана жаңа үйлер мыс кабельмен ғана жасалады. Екінші, ол инструмент. Кәдімгі электриктардың инструменті. Штробить ету үшін, істеу үшін. Кем дегенде өзін сыйлайтын электрик, мастер, кем дегенде перфоратор болу керек. Мен штробарей жайлы айтпаймын, пылесос жайлы айтпаймын. Кем дегенде перфоратор болу керек. Ол минимальный требование. Шуруповерт болу керек. Сондай уровень болу керек. Лазерный уровень болу керек. Сосын отвертка, плоскогубцы барлығы оқшауланған болу керек. Себебі өзін мастермін деп санайтын электрик өзін өзі сыйлайтын, өзінің маманы сондай инструменттермен жұмыс істейді. Тағы кем дегенде, мысалы, сұрасаңыз, мысалы, сізде цешка, мультиметр бар ма деп сұрау керек. Егер жоқ болса, өйткені себебі электриктардың қолдан түспейтін нәрсе не ол? Мультиметр, цешка. Егер олар болмаса, ол менің ойымша ондай мастер өзін электрик деп санағаны дұрыс емес. Кім маған осы видеоға қарап ренжіп қалуларың мүмкін осы сөздеріме, бірақ ол шындық. Өзін сыйлайтын электрик та, өзінің маманда мен айтқанның кем дегенде бір минимальный требованиялары электриктің осы болу керек. Осы видеоны көргендеріңіз үшін рахмет. Лайк басыңыздар, кімге ұнады, кімге бұндай формат ұнады, лайк басыңыздар. Тағы көп қызық информация болады, электрика жайлы, энергетика жайлы, монтаж жайлы. Жақын арада сезон ашылады электромонтаждың. Сонда жаңа көп видео салуға тырысамын, уақытым болса монтаж жасауға. Сіздерге рахмет, сау болыңыздар.